Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай мамықтай жұмсақ болып шығатын сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Бар жоғы 40 минут уақытыңыз кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, сондай тестосы өте жұмсақ, ауызға салғанда ериді. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Қараңыздар, қандай әдемі, биіктігі де өте жоғары болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, қантымызды саламыз. Баяу жылдамдықта миксерлейміз. Жай-жаймен жоғарылатып миксерлейміз. Миксерлеп болдым. Міне осылай ақ көбік болып шыққанша миксерлейміз. Енді ақ майымызды қойып, сұйық майымызды тағы да бір араластырып жібереміз. Енді араластырғаннан соң ұнымызға разрыхителімізді қосып, ванилинімізді қосып, ұнымызды араластырып аламыз. Енді сұйық массамызды ұнға араластыратын боламыз. Егерде сіздерде миксер болмаса, венчиктің көмегімен немесе лопатканың көмегімен араластырсаңыз болады. Біздің массамыз осылай арасында түйіршіктер қалып кетпеу керек. Барлығын толық сүзбемізді алып, ішіне жұмыртқамызды салып, қантымызды, ванильный сахарымызды, қалған ингредиенттерді салып, осылай блендердің көмегімен езіп аламыз. Ыдысымызды жақсылап майлаймыз. Сұйық маймен барлық жері тиюі қажет. Менде 30-да 40 диаметрі. Сіздер өздеріңіздің формаларыңызға қарай саласыздар. Менде осындай форма болды. Енді жақсылап жан-жағын бірдей қылып тегістеп шығамыз. Жаңағы дайындалған сүзбемізді ыдысқа осылай пакетке салып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұған ешқандай насадканың қажеті жоқ. Осы пакеттің аузын кішкене ғана қырқып құятын боламыз. Міне осылай ұзына бойы көлденең осылай сызып, осылай құйып шығамыз. Не осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай, еш қиындығы жоқ. Осылай 4 бұрышты етіп формаға келтіріп, жан-жағын бәрін құйып аламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Өте биік болып көтеріліп шыққан. Дәмін енді қазір көретін боламыз. Өте иісі деген үйді алып тұр. Үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Мен осылай қант ұнтағын септім. Бәліштеріңіз толық суы қажет, бөлме температурасында. Менікі әлі ыстық болып тұр. Қазір кесіп көрсететін боламын. Иісі деген айта алмаймын, өте дәмді болған шығар. Өйткені бәрі биік, сондай ойымдағыдай болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, сәтті болып шығады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Ас болсын.